Сәлем достар, бүгін осындай өріктен тосап дайындайтын боламыз, яғни варенье. Ең алдымен ыдысымызға суымызды құйып, астын жағып, осылай қайнағанын күтеміз. Оған дейін өріктерімізді тазалап, дәнегін шағып дайындап қоямыз. Суымыз қайнаған кезде осылай қантымызды салып, қантымыз ерігенше араластырып тұрамыз. Керекті заттардың барлық мөлшерін описание бөліміне жазып қалдыратын боламын. Сол жақтан көріп алсаңыздар болады. Мінекей суымыз осылай қайнады, қантымыз еріді. Енді үстіне өріктерімізді салып, тағы да өріктерімізді суға бататындай етіп араластырып, езбей араластырамыз, қатты салмақ салмай. Сондай-ақ қайнаған күтетін боламыз. Біздің өріктеріміз қайнады. Енді үстіне дайындап қойған дәнектерімізді саламыз және оны да араластырып, тағы да 20 минут қайнайды. Енді банкілерімізді булайтын боламыз. Негізінде әр адам әртүрлі булайды. Мен осылай ыстық суды банкілерімізге құйып, бетін крышкамен жауып, 1-2 минутқа қалдырамын. Және 1-2 минуттан кейін оларды шайқап төгіп тастап, осылай банкі булаудың әдісін қолданамын. Сіздерге де осылай жасауға кеңес беремін. Жасап көріңіздер, өте оңай. Әуреге салмайды сіздерді. Сондай-ақ банкаларыңыз атылмайды. Мен жылда осылай жасаймын. Мінекей банкілерімізді булап болдық. Енді өріктеріміз қараңыздар, міне езілмей әдемі болып піскен. Банкіге осындай ыдысты қолданамын. Банканың жан-жағы былғанбас үшін осылай дайын болған өріктерімізді бір араластырып жібересіздерді. Қоюы мен сұйығын араластырып және дәнегімен бірге барлығын банкіге құйып дайындаймыз. Осылай бірдестен крышкасын сразу жауып қойыңыздар. Енді банка бұрайтын осындай құрылғының көмегімен жақсылап бұрап, бетін бекітеміз. Осымен біздің тосабымыз дайын. Қыстың күні рахаттанып жейсіздер, жасап көріңіздер. Сіздерге де кеңес беремін. Сіздермен бірге болған Гүлбану. Рецепт ұнаған болса, лайк басып, комментарий жазып, және де менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыз. Менің каналымнан түрлі тағамдардың рецепттерін көре аласыз. Және де Instagram парақшама да тіркелуді ұмытпаңыз. Ас болсын!